Ассалаумағалейкум құрметті оқырмандар және қонақтар. Бүгін біздің тақырып өте қоғамда қызу талқыда жүрген дәстүрлі ислам дұрыс па әлде тәңіршілдік дұрыс па деген сондай бір қызу талқыдағы пікір жайлы болмақ. Яғни бұл жайында бізге жекемізге және де арнамыздағы пікірлердің кейбірінде осы мәселеге қатысты пікірімізді сұраған болатын. Ал енді біз өзіміздің қысқаша пікірімізді айта кетейік. Дұрыс па, дұрыс емес па, сіз соңына дейін тыңдап, және де өзіңіздің пікіріңізді төменге қалдыра кетіңіз. Тәңір атауларын қай кезеңнен бастап біз көре аламыз? Ол атаулар біздің көне жазбаларда, көне түркіге қатысты жазбаларда көптеп кездеседі. Ескерткіштерде, тастарда деген сияқты. Ал енді бұлай келетін болсақ, бұл тек қана қазаққа тән емес, бұл күллі түркінің тарихына қатысты мәлімет. Тек қана қазаққа теліп қою бұл жат нәрсе. Ал енді тәңір ұғымының жалпы өзінің негізі бір жаратушының биіктегі сондай бір күш иесінің бар екенін білдіретін бір ұғым. Сондықтан бұл тәңіршілдік негізі дін емес, оның бір кітаптары бізге жеткен жоқ. Христиан, еврей және де біздің исламды білесіздер, әрқайсының өзінің кітаптары бар. Сол сияқты тәңіршілдік деп негізге алатын кісілерде ондай бір кітаптың негізі жоқ. Сондықтан да ол бір сенім деп қарастырсақ болады. Ал ол сенім біздің бұрынғы атауларымызда, яғни түркілердің, солардың бұрынғы аталарындағы сенім болатын. Яғни олар қайдағы жоқ, отқа немесе айға басқа нәрсеге сеніп далақтап кеткен жоқ. Олардың мәдени сана ұғымы өте жоғары болып, олар бір жаратушы құдіреттің бар екенін біліп, оған тәңір деп ат қойды. Және де оны өздерінен биік санағандықтан көк тәңірі және басқа да солай атады. Ислам келгеннен кейін исламдағы ұғымдар, яғни екеуі сай келетін болғандықтан біздің халқымыз оны қиналмастан қабылдады, және де ол қаншама ғасырлар бойы біздің дініміз болып келді. Түркінің даласында және де қазіргі қазақ даласында да ислам дәстүрлі біздің дінімізге айналды. Яғни біздің дәстүріміз бар ма, салтымыз бар ма, солардың барлығы екеуі біте қайнасты. Ал енді Шәкәрім атамыз бұл жайында не дейді? Шәкәрім атамыз айтады: тәңір жолы ақ жүрек, ақ жүректі ертерек ескер дағы қыла деді. Яғни кім ақ жүрекпен жүретін болса, тәңірдің жолы сол. Бұл жерде тәңір деп отқанда бұл исламнан бөлектеу емес, ол кісінің айтып отқаны жалпы атау. Құдай дейміз, тәңір дейміз, жаратушы дейміз, Алла дейміз. Жалпы түпкі мағынасы, ішкі мазмұнына қарайтын болсақ, ішкі мазмұны жаратушыны білдіреді. Бұл жерде тәңір ұғымы Алла десек те болады, жаратушы десек те болады. Яғни кімде-кім ақ жүрекпен жүретін болса, ол адам тәңірдің жолында, Алланың жолында деген сөз. Ең басты назарға алатын дүниелер ол бір сыртындағы мәселелермен адамның басын қатырып миды ашыту емес, оның мазмұнын түсініп, соны ұғына біліп, соны сезініп, соған сол нәрсені іске асыру. Осындай мәселелерді тудырып миды ашыту, бұл бізді қазір онсыз да тұрақсыз заманда одан сайын бізді шатастыруда. Сондықтан да бауырлар, шатаспайық, өзіміздің егер дәстүрімізді, өзіміздің дінімізді білгіміз келетін болса, біздің күллі түркінің ұстазы Құл Қожа Ахмет Яссауи бабамызға назар аударып, сол кісінің жолына қарайтын болсаңыздар, онда дәстүрлі дініңіз қайсы екенін түсінетін боласыз. Және де сол Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың қасында сіздер мойындайтын, егер қазақтың ханды мойындайтын болсаңыздар, Тәуке хан, Есім хан, Жәңгір хан және де Абылай хан секілді көптеген хандар мен батырлар сол ұстаздың қасында жатыр. Сол кісінің жолын мойындап, сол кісіні жоғары тұтқандықтан. Сондықтан бауырлар, ешқашан артық энергияны құртпай, бірлікте болайық, бекем болайық, және де басты бізге керекті құндылықтарды сақтай отырып, алға қарай ұмтылуды ұмытпайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Арнаға жазылып, қолдауды ұмытпаңыз.